Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында дайындалатын круассан дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Және жылы суымызды құямыз. Үстінен бір ас қасық ашытқы қосамыз. Және бір шай қасық тұз қосамыз. 3 ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң бетін 15-20 минутқа жауып қоятын боламыз. Міне дрожжымыз көтеріліп, ашып, әдемі болып шықты. Ендігі кезек ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне үстінен осылай аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Үстінен осылай себелеп отырып, ұнын салсаңыздар болады. Бірден көп салып жібермеңіздер, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай жан-жан тазалап жіберіп, ыдысымыздың қамырымыздың бәрін осылай біріктіріп, ыдысымыздан бөлек осылай илейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бөлме температурасында тұрған маргариніміздің 40 грамын алып, осы қамырымызды илеп жатқан кезде арасына салып илеп жіберетін боламыз. Қамырыңызды өте жұмсақ әрі әдемі қылып шығарады бұл. Астынан осылай ұнды себелеп тұрамыз. Маргаринді осылай илеген кезде кішкене жабысыңқы болып, қамырыңыз суланған сияқты болып кетуі мүмкін. Ол ештеңе етпейді. Осылай ұнын себелеп жіберіп, осылай илей бересіздер. Маргариніміздің екінші жартысында дәл осылай салып, қамырымызды илейтін боламыз. Бір келкі қамыр болғанша осылай илеуді жалғастырамыз. Дайын болған қамырымызды осылай 5-6 рет осылай жаңағы илеп жатқан жаңағы сыпырамыздың үстіне немесе үстеліміздің үстіне осылай кішкене қаттырақ тастап илеп жіберетін боламыз. Міне өте жұмсақ әрі әдемі болып қамырымыз дайын болды.
Егер қолыңызға кішкене жабысыңқырап тұратын болса, онда кішкене ұн себелеп тағы да илеп жіберіңіз. Міне дайын болды. Енді ыдысымызға аз ғана маргарин жағып жібереміз. Қамырымызды салып 45 минутқа немесе 1 сағатқа осылай жылы жерге орап қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, көтеріліп әдемі болып шықты. Қамырымызды енді осылай дөңгелектеп бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 9 бөлікке бөлінді. Қалауларыңыз бойынша 6-7 бөлікке бөлсеңіз де болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Жайған қамырымызды осылай мата дастарханның үстіне немесе сүлгінің үстіне қойып қоятын боламыз. Әйтпесе дастарханға жабысып қалуы мүмкін. Және осылай бөлме температурасында тұрған еріген маргаринімізді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай арасына жағып шығатын боламыз. Кез келген 82% маргаринді қолдансаңыздар болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жанына осылай кішкене тартып жіберіп, жағып қойып шыға бересіздер. Мен қамырымыздың соңғы бөлігін қойдым. Ендігі кесек бір келкі етіп видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Тек осылай ұзынынан жайымыз. Қалаларыңыз бойынша ұзындығын өздеріңіз өлшеп кесе берсеңіздер болады. Арасына кез келген начинка салуға болады, сгущенка салсаңыздар да болады. Кез келген өздеріңіздің қалауыңыз бойынша шоколад салсаңыздар болады.
міне осылай видеодағыдай орай бересіздер. Бас жағын осылай кішкене кесіп жібереміз. Және соңғы бөліктерін мен осылай кішкене қысқалау етіп кестім. Міне осымен круассандарымыз дайын. Келесі кезек 20-30 минутқа бетін сүлгімен жауып, жылы жерде қойып қоятын боламыз. Міне осылай әдемі болып көтерілген соң барып, печкамызда қыздырып пісіретін боламыз. Печкаңыздың қызуына байланысты қатты қыздыратын болса, 150-160 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Егер қатты қыздыратын болса, одан да тез пісіп қалуы мүмкін. Өздеріңіздің пештеріңізге байланысты пісіре бересіздер. Менің өзімнің печкам негізінде кәдімгі әсел пеш, қатты қыздыратын болғандықтан мен 150 градуста 20 минут пісіріп алдым. Не көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі хрустящий болып шыққан. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Үй жағдайында осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі жұмсақ болып шыққан.